Газ жарылысы салдарынан зардап шеккен отбасы әлі далада отыр. Естеріңізде болса, 21 наурыз күні Түркістан қаласындағы жер үйлердің бірінде газ жарылып, салдарынан бір отбасының 4 мүшесі қаза тапқан болатын. Редакциямызға мұң-мұқтажымен хабарласқан сол әулеттің бүгінгі жай-күйімен тілшіміз танысып қайтты. Аядай ғана мына бөлме бір отбасының асханасы да, жатын бөлмесі де, қонақ жайы да. Тіпті қазаға көңіл айтып келушілерді қарсы алумен марқұмдардың ақтық рәсімдерінде осы жерде атқаруға мәжбүр. Аумағы 12 шаршы метр жер, осының бәріне тарлық етері айтпаса да түсінікті. Басында жаздық асхана ретінде салынған қоржын бөлмені толық үй деуге келмейді. Себебі жылыту жүйесі жоқ. Сондықтан бұл отбасының ендігі уайымы күн ыз етпей тұрып үй тұрғызып алу. Алайда оған қол қысқа, себебі отағасы жұмыссыз. Ал анасы зейнеткер, үйге кіретін айлық табысы небәрі 80 мың теңге ғана. Бір-екі айда уже күз келеді, күзде қиналамыз ол. Суымыз жоқ, газымыз жоқ. Енді мен өзім болса зейнеткермін. Балама жұмыс жоқ, өзіміз сол неғып отырмыз, сол акиматтан лажы болса акиматтан көмек сұрап, қол ұшын берсе дейміз. Қайғылы жағдай орын алысымен ағайын туыс, ел жұрт қол қусырып отырған жоқ. Әркім шама шарқысы келгенше көмегін берді. Одан 6 миллион теңгемен азы көпті құрылыс материалдары жиналған. Бірақ мынадай қымбатшылық заманда бұл қаражат баспана тұрғызуға жетпейді дейді олар. Сондықтан әкімшілік тарапынан көмек күтеді. Себебі жергілікті билік көңіл айта келген кезде қол ұшын созуға уәде берген көрінеді. Бір айдан кейін акиматтан адамдар келді, міне үйді соғып береміз. Бірақ нақты біз оның аты жөнін, екі жігіт келді, акиматтан келдік, үй салып береміз. Акимат солай айтты, документ бітіріп береміз деп уәде беріп кетті. Мұның мән-жайын білу үшін біз қала әкімшілігімен байланыстық. Жергілікті бюджеттен жеке азаматтардың баспанасын құруға қаржы қаралмайды. Дегенмен демеушілерді ұйымдастыру, көмек беру, сол арқылы баспана көтеріп, жауып, баспананы пайдалануға беруге қала әкімдігі тарапынан тиісті қолдаулар болады. Әзірге күн жылы, жер қара, жазда тіпті далада жатса да, әйтеуір лаждауға болады. Алайда 2-3 айда күз түседі. Онсыз да қара жамылып отырған отбасы осынша қысқа уақытта үй салатындай қаражат жинай алмасы түсінікті. Ендеше қарашаның қара суығына қалмай, бір амалын қарастыру керек. Нұрдәулет Сыздық, Досжан Аяған, Түркістан 24.